Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Бүгін осы видеода мен сіздерге іш қату мәселесі туралы және бұл мәселені дәрі-дәрмексіз шешу жолдарымен бөлісетін боламын. Біраздарыңыз білесіздер, мен артық салмағы бар адамдармен жұмыс жасаймын. Артық салмағы бар адамдардың арасында іш қату мәселесі өте жиі кездеседі. Осы видеода айтылатын кеңестердің арқасында, қарапайым кеңестердің арқасында көптеген адамның осы мәселені шешуіне себепкер болдым. Сондықтан сіз де мұқият тыңдап, өзіңізге керекті жерін түртіп отырыңыз. Жалпы дені сау, ағзасы жақсы жұмыс жасап тұрған адам күніне 1-2 рет үлкен дәретке бару керек екен. Енді ол елестетіп көріңіздер, адам тамақты жейді, асқазанға, шекке барған кезде ағза керекті қоректі заттарын өзіне сіңіріп алады да, қалған қалдықтарды шығарып тастайды. Яғни сондай циркуляция болады, айналым болады. Тамақ жеді, шығады, тамақ жеді, шығады деген сияқты. Бірақ та ағзасы дұрыс жұмыс жасамағанда, іш қату мәселесі болған кезде, әдетте 3-5, одан да көп күн жәнегі адам үлкен дәретке бармауы мүмкін. Сонда не болады? Елестетіп көрейік, адам тамақты ішеді, қоректі заттарын ағза қорытып алады да, қалдықтар қайда барады? Қайда барады деп ойлайсыздар? Әрине ол ағзада шекте барлығы жинала береді. Шектің өзінің нормасынан керіліп, созылып, жәнегі жандағы органдарды, шектің жандағы басқа органдарды ығыстырып, итеру содан болады екен. Одан да бөлек енді біздің ағзамыздың білесіздер, стерильный емес екен. Яғни біздің ағзамыз тап-таза емес, ішінде денсаулыққа пайдалы микроорганизмдер бар, көзге көрінбейтін, денсаулыққа зиянды микроорганизмдер бар, көзге көрінбейтін. Сол қалдықтарды шекте жиналып қалған тамақтың қанша күн, 3 күн ба, 5 күн ба жиналып қалған қалдықтар барып шекте тұрған кезде денсаулыққа зиянды микроорганизмдер көбейе бастайды екен нормасынан. Ондай кезде не болады? Ағзаның күші, жәнегі иммунитетіміз барлығы жәнегі ішегіміздегі денсаулыққа зиянды микроорганизмдерді басып ұстап отыруға кетіп қалады екен. Сондықтан адамдар қандай болады? Әдетте іш қату проблемасы бар адамдар. Энергиясы жоқ, ештеңеге құлқы жоқ, зауқы жоқ, бір жата бергісі келетін, сондай болады. Өйткені ағзаның күшінің барлығы жәнегі денсаулыққа зиянды ішектегі микроорганизмдерді басуға кетіп жатыр. Әрине ондай адамның иммунитеті де өте төмен болады. Әртүрлі ауруларға бейім болады. Енді одан да бөлек жәнегі минустарының бірі, көбінде іш қату проблемасы бар адамдарда дене терісінде әртүрлі бөртпелер, қотырлар, жағымсыз иіс болады денесінен, аузынан, демінен байқасаңыздар. Өйткені жәнегі шектегі қалдықтар, зиянды заттар, ол интоксикацияға да келеді, яғни ағза улана бастайды, және де ағза өз-өзін тазаланғысы келеді, жоқ дегенде тері арқылы, сөйтіп адамдардың денесінде әртүрлі бөртпе болу, іш қату мәселесі бар адамдардың өте жиі кездеседі. Әрине адам бастапқы кезде іш қату проблемасы пайда болған кезде ауырсыну сезімін, ауыр болып тұрғанын, бір дискомфорт сезімін сезеді, бірақ уақыт өте келе адам оған бейімделіп алады. Оған бір норма сияқты болып кетеді осылай жүру. Ол тіпті байқамайды да, мен 4-5 күнде бір-ақ рет үлкен дәретке барам дейді да, жүре береді. Оны бір проблема деп қабылдамайды. Өкінішке орай іш қату мәселесі тек қана дискомфортпен шектеліп қоймайды. Өздеріңіз көріп отырғандай, денсаулыққа әсері өте зор. Және айтып өткенде иммунитетке әсер етеді. Адамның энергиясы, зауқы болмайды, ештеңеге сабақта оқығысы келмейді, жұмыста жасағысы келмейді, бір бизнесті ашқысы келмейді, ештеңе істегісі келмейді. Өйткені адамның күшінің барлығы басқа жаққа кетіп жатыр. Иммунитеті төмен болады, және айтып өттім, әртүрлі ауруларға, аллергияға өте бейім болады. Одан кейін дене терісі, бет терісі батпақ түстес болып, сұрланып, қоюланып, әртүрлі қотыр бөртпелер қаптап, сондайға өте жақын, өте бейім болады. Және де мұнда айтатын тағы бір нәрсе, мен үшін ең қорқыныш нәрселердің бірі сияқты, іш қату мәселесі бар адамдар геморрой ауруына өте бейім болады. Геморроймен ауыратын адамдардың жартысынан көбінде осы іш қату мәселесі бар екен. Екеуі әдетте бір-бірімен егіз ұғым сияқты, әдетте бірге жүретін нәрселер. Сондықтан егер де сізде іш қату мәселесі бар болса, осы геморройға жеткізбей қолға алғаныңыз дұрыс. Өйткені екеуі әдетте қатар келетін нәрселер. Өздеріңіз ойлап көріңіздер, іш қату мәселесінің өзі оңай емес, оған геморрой қосылса өте қиын, адамның өмірінің сапасына өте жаман әсер етеді, адамды қинап жібереді деп айтсам болады. Сондықтан іш қату мәселесіне жеңіл қарамаңыздар, бір оңай, үстіртін қарамаңыздар. Мәселе бар ма, оны мойындап, онымен жұмыс жасау керек. Әрине іш қату мәселесіне жеңіл қарап, дәрімен емдей салам деген сияқты адамда настрой, ниет болу мүмкін, бірақ та мен сіздерге айтайын, дәрімен емдеу ол ең дұрыс жол емес. Неліктен? Өйткені ағза оған бейімделіп алады. Бастапқыда дәрі көмектесуі мүмкін, бірақ та біртіндеп ағза оған үйреніп, дәрінің де әсері біртіндеп азайып кетеді. Сондықтан басынан бастап сізде шынымен осындай мәселе болса,
дәрісіз емдеу жолын іздеуге тырысу керек. Әрине сізде астың кеткен түрі болмаса, мен айтқан кеңестерім сіздерге өте жақсы көмектеседі деген ойдамын. 100%-ыңызға әрине көмектеспесе де 90%-дан аса адамға көмектесетініне сенімдімін. Өйткені қанша адамға осы әдістерді айтып, осыны қолданып, нәтижесін көріп, көзім жетіп жүр. Сондықтан тек қана жасаңыздар. Тым оңай екен деп жәнегі қабылдамай қоймаңыздар. Өйткені біз үйреніп қалғанбыз ғой. Бір нәрсе бізге көмектесу үшін біз міндетті түрде қиналуымыз керек, не болмаса қымбат тұру керек деген сияқты. Жоқ, мүлдем олай емес. Мен сіздерге қазір кеңестерімді айтамын, сіздер мұқият тыңдап, соны жасап көріңіздер. Кем дегенде бір аз дегенде бір ай, 2 апта жасап көріңіздер, нәтижесін көре жатарсыздар. Энергияларыңыздың көбейгенін байқайсыздар, иммунитеттеріңіздің жақсарғанын байқайсыздар, терілеріңіздің түсі жақсарғанын байқайсыздар, жәнегі жағымсыз иіс болса соның кете бастағанын байқайсыздар. Жалпы самоощущение дейді ғой, өздеріңіздің сезімдеріңіздің жақсарғанын, өмірлеріңіздің сапасының жақсарғанын байқайсыздар. Тек қана мен айтқан нәрселерді жасаңыздар. Іш қату мәселесін шешуге көмектесетін бірінші нәрсе ол су. Кәдімгі қарапайым су. Жалпы адамның үлкен дәреті шамамен 70% судан тұрады екен. Әрине, егер су жеткіліксіз болса, үлкен дәреттің түзілуі қиындайды. Сондықтан суды жеткілікті мөлшерде ішуіміз керек. Мен өзімнің тәжірибеме сүйеніп айтатын болсам, көптеген адамдар суды жеткілікті мөлшерде ішпейді. Оған көзім жетіп отыр. Сондықтан мүмкіншілігінше күн барысында суды ішуге әдетке айландырыңыздар. Кемінде 1,5-2 литр таза су, бөлме температурасындағы, не болмаса дене температурасындағы су өте жақсы, өте идеальный болып есептеледі. Жәнегі таза суды ішкен кезде тамақтың арасында, тамақпен бірге де ішуге болады, бірақ та тым тамақпен араластырып көп ішіп қоймау керек әрине. Жәнегі кешке дейін, жатырға дейін көп мөлшерін, тіпті түске дейін көп мөлшерін ішуге тырысыңыздар. Өйткені кешке жақын тым кеш ішетін болсаңыздар, ісініп кетулеріңіз мүмкін. Сондықтан кешке дейін соның жәнегі көп мөлшерін судың ішіп тастауға тырысыңыздар. Одан кейін мұнда айтатын нәрсе, көп адам шай ішеді. Шайды бізде су деп қабылдаймыз. Шын мәнінде шай ол суды алмастырмайды. Тіпті шай, білесіздер ме, шайды ішкен кезде біз обезвоживает, яғни біздің ағзамызда бар судың өзін белгілі бір мөлшерде шығарып тастайды екен. Әдетте бізге су жетіспейді, шай ішкеннен кейін ол бар судың мөлшерін азайтып тастайды. Сондықтан сіз шайды жақсы көретін болсаңыз, жоқ дегенде аздап азайтып, оны шайды сумен алмастырсаңыз, бұның өзі ағзаға үлкен көмек болады. Суды қалай ішкен жақсы? Тағы да айтатын нәрсе, мұнда таңертең аш қарынға 1-2 стақан таза су ішсеңіз, кемінде өте жақсы көмектеседі. Одан кейін 15-20 минуттан кейін барып қана жәнегі тамағыңызды ішсеңіз болады. Егер де таңертең 1-2 стақан суыңызды ішіп, жаттығу жасап, жәнегі қозғалып, бірдеңке жасасаңыз, ол тіпті керемет болады. Одан кейін екінші нәрсе, ішіруге көмектесетін ол қозғалыс. Қозғалыс қазіргі заманда көп адамға қозғалыс жетіспейді. Көп адам қазір онлайн жұмыс жасайды, интернетпен жұмыс жасайды, офисте отырады. Көбінде қозғалыс адамдарға жетіспейді. Сондықтан іш қату проблемасы етек жайып кетті. Әрине бұрынғы заманда ондай проблема болған жоқ, бірақ біздің заманымыздың мәселесі проблемасы осы шығар, көп адамда қозғалыс жетіспейді. Сондықтан біз жәнегі искусственно дейді ғой, жасанды түрде қозғалысты өмірімізге енгізуіміз керек. Егер қозғалыс жоғын білетін болсаңыз, кемінде 1 сағат, үлкен кісілер болса жарты сағат далаға барып жүріп келгені дұрыс. Ағзаның дұрыс жұмыс жасауы үшін міндетті түрде керек. Өздеріңіз білетін шығарсыздар, тіпті мына итті байлап қойған үйлерді кейбір кезде айтып жатады, мынаның іші байланып қалды, итті босатып жатады, барып жүріп келсін, іші жүрсін деген сияқты. Тура сол сияқты адамды, егер қозғалыс жеткіліксіз мөлшерде болса, адамның іші байланып қалады. Ағза толыққанды жұмыс жасай алмайды. Әрине толыққанды жұмыс жасамағаннан кейін ол үлкен дәретті де түзе алмайды. Адамның ағзасы бір мотор сияқты ғой, дұрыс толыққанды жұмыс жасау үшін оған қозғалыс керек міндетті түрде. Сондықтан қазіргі заманда бізде қозғалыс көбімізде жетіспейді. Сондықтан біз оны жасанды түрде өмірімізге енгізуіміз керек. Ең қарапайым түрі таза ауаға шығып, серуендеп жүріп қайту. Денсаулыққа да пайдалы, жалпы көңіл күйге де пайдалы, өте керемет спорттың бір түрі деп айтсам болады. Үшінші нәрсе ол дұрыс тамақтану. Әрине дұрыс тамақтану тақырыбы өте кең тақырып, өте үлкен тақырып, бірақ қысқаша айтатын болсам, тамақтанған кезде мына жоғарғы сұрыпты ақ ұннан жасалған тамақтарды барынша азайтыңыздар. Ол мына макарондық өнімдер, нан өнімдері, осыларды барынша азайтқандарыңыз дұрыс, егер де сізде іш қату мәселесі бар болса. Одан кейін тамақтарыңызға күнделікті ас мәзірлеріңізге дәнді дақылдарды,
көкөністерді, жеміс жидектерді қосып тұрғаныңыз жөн. Дәнді дақылды кеміне күніне бірлес қолданған дұрыс, кеміне. Жәнегі көкөністерді, жеміс жидектерді күніне 2 мәрте қолдансаңыздар, бұл идеально болады. Енді мұнда ойламаңыздар, ол қымбат деп. Қымбат емес, менің тәжірибемнен сүйеніп отырып айтып отырмын. Қазіргі кезде бізде ең арзан тағамдардың бірі ол сәбіз, қызылша, қырыққабат, капуста. Осыларды алып күнделікті менюңызға енгізіп отырсаңыз қымбат та емес. Екінші жағынан жәнегі көкөністердің витаминдерге, минерал заттарға бай екенін білесіздер, денсаулыққа да пайдалы, және де үлкен дәреттің дұрыс түзіліп шығуына көмектеседі екен. Қалай көмектеседі? Бұлардың ішінде клетчатка деген нәрсе бар. Клетчатка дегеніміз қазақша талшық деп аударылады екен. Қарапайым тілмен түсіндірсем, сіз алманы жейсіз, алманың қоректік заттарын ағза сіңіріп алады да, ішінде клетчаткасы болады. Клетчатка дегеніміз асқазанымыз қорыталмайды оны. Сөйтіп ол клетчатка түрінде ағзамыздан шығып кетеді. Жай ғана шығып кетпейді, сонымен токсиндерді, зиян заттарды өзіне сіңіріп, бірге алып шығады екен. Сондықтан клетчаткаға бай тағамдарды жеуіміз керек. Ал клетчаткаға бай тағамдар ол жәнегі айтып өткендей дәнді дақылдар, көкөністер, жеміс жидектер, әрине піспеген кәдімгі балғын шикі түрінде болу керек. Сондықтан денсаулықтарыңыз мықты болған қаласаңыздар, жәнегі ішқату мәселені шешкілеріңіз келсеңіздер, міндетті түрде осыдан салат түрінде болсын, өздерін жейсіз бе, әйтеуір күнделікті 1-2 рет кемінде жеп тұрыңыздар осы көкөністерді, дәнді дақылдарды. Іштеріңіз жүре бастаған кезде өздеріңіз байқайсыздар әсерін. Ал егер де сізде ішқату мәселесі андасында ғанақ болатын болса, не болмаса шұғыл түрде бұл мәселені шешу керек болса, мен сізге тағы басқа жолдарын ұсынайын. 4-ші жолы ол чернослив пен курага, яғни қара өрік пен сары өрік өте жақсы көмектеседі. Екеуі бір жағынан дәмді, екінші жағынан витаминге бай, және де ішті керемет жүруіне керемет көмектеседі. Кәдімгі қара өрік не болмаса сары өрік қайсы сізге өзіңізге ұнайды, соны таңдап көріңіз. Не болмаса екеуін де көрсеңіз болады. Таңертең аш қарынға таза су ішкен кезде бір 3-4-5 түйірін алып, дұрыстап шайнап отырып асықпай таза сумен ішіңіз. Өте жақсы көмектеседі. Бірақ мұнда айтатын нәрсе, мұқият болыңыз таңдаған кезде. Жәнегі қара өрік алам деп денсаулыққа зиянды химиялық өңделген өріктерді алып қоймаңыз. Бұл туралы менің видеоролигім бар. Егер қалай таңдауды білмесеңіз, осы видеороликті міндетті түрде көріңіз. Астына ссылкасын тастап кетем. Егер білмейтін болсаңыз, міндетті түрде көріңіз. Тағы бір жәнегі ішқатудан керемет көмектесетін жол, ол кәдімгі өзіміздің қызылша. Свекла дейді, кәдімгі қызылшаны аласыздар, суға пісіріп аласыздар. Тым жұмсақ қылып бұлжытып пісіріп керек емес, орташа ғана қылып пісіріп, ұсақтап турап, тұз майын, дәмдегіштерін салып, кәдімгі салат қылып, тамақтың алдында жесеңіздер болады, тамақпен бірге жесеңіздер де болады. Денсаулыққа тоже өте пайдалы. Қызылша білесіздер барлықтарыңыз, және де ішті керемет жақсы жүргізеді. Бірақ мұнда да айта кететін нәрсе, салат жеген кезде жалпы естеріңізде болсын, міндетті түрде сұйық маймен араластыру керек, өйткені сұйық майдың өзі іштің жақсы жүруіне көмектеседі. Бірақ сұйық май демекші, сұйық майды дұрыс таңдауды білмесеңіз, бұл туралы да менің видеоролигім бар, астына ссылканы тастап кетем. Міндетті түрде көріп, қалай сапалы дұрыс сұйық май таңдау керек екенін үйреніп алыңыздар. Ал 6-шы жолы бұл ең кең тараған жолы деп айтсам болады. Осы ішқату мәселесіне көмектесетін бұл отруби. Естігендеріңіз болар, жәнегі дүкендерде сатылады, дәріханаларда сатылады, әр түрлісі бар. Бірақ әдетте қалай қабылдайды? Аш қарынға бір ас қасықты сумен, бір стақан сумен қабылдайды. Аш қарынға не болмаса тамақтың алдында. Енді әр түрлісі бар, сондықтан сыртын оқи жатарсыздар қалай қабылдау керек екен. Бұл отруби дегеніміз не? Мен және сіздерге талшықтар туралы, клетчатка туралы айтқан болатын. Бұл да тура сол сияқты сондай принципте жұмыс жасайды. Яғни отрубиді жейсіз, ол қорытылмайды, ағзаңызға барады да, шлактарды барлығын өзіне сіңіріп алады да, үлкен дәретпен шығады. Оның жұмыс жасау принципі осылай, қарапайым тілмен айтқан кезде. Бұнда айтатын нәрсе, отрубиді егер де сізде асқазан, шек жолдарында созылмалы ауруларыңыз болса, міндетті түрде дәрігерлеріңізбен ақылдасып тұрып қана, одан кейін барып қана ішіңіздер. Және де үздіксіз ішіп жүрмеңіздер. Көп дегенде бір ай ғана ішіп, жәнегі ортасына пауза алу керек міндетті түрде. Бұл негізі жақсы әдістердің бірі. Енді сөзімді қорытындылай келе айтатыным, егер сізде ішқату мәселесі болса, жеткілікті мөлшерде су ішіңіз, дұрыс тамақтаныңыз, күнделікті менюңізге, ас мәзіріңізге балған көкөністер, жеміс жидектер, дәнді дақылдар жеуге тырысыңыз. Одан кейін жәнегі ішті байлайтын
шай сияқты ақ ұннан жасалған тағамдарды барынша азайтуға тырысыңыз. Одан кейін көбірек қозғалыңыз. Егер де қозғалыстың бүгін аз болғанын байқасаңыз, жасанды түрде өзіңіз арнайы далаға шығып кетіп, шамасы 1 сағат жүріп қайтыңыз. Осының барлығы негізі іштің жүруіне керемет көмектеседі. Тағы да қосымша бірдеңе істеймін десеңіз, онда ше жаңағы айтып өткендей қызылшадан салат жасап жеңіз. Тамақпен бірге, тамақтың алдында жесеңіздер болады. Ыстық тамақтың алдында айтайын дегенім. Одан кейін өрікпен таңертең аш қарынға су ішкен кезде өрікті бірге ішіп көріңіздер. Өрікті жеп, таза суды ішіп көріңіздер. Аш қарынға таңертең 1 стакан суды 3-5 түйір қара өрікпен, не болмаса сары өрікпен осыны көріңіздер. Бұл да керемет әдістердің бірі. Енді отырби туралы тоже айттым. Отырбиді жасап көрсең, ішіп жеп көрсеңіздер болады. Осы мен айтқан кеңестерді міндетті түрде жасап көріңіздер. Өйткені іш қату мәселесі бар қаншама адамға осы кеңестерім өте жақсы көмектесті. Сондықтан сіздерге де көмектесетініне сенімдімін. Жалпы біздің қоғамда осы іш қату мәселесі болғанымен бұл туралы айтыла бермейді. Дегенмен қоғамда өте өзекті мәселе. Сондықтан бұл видеоны жақындарыңызға, туыстарыңыздың WhatsApp топтарына жіберіп бөлісе отырыңыздар. Оларға да пайдасы тисін. Және де біреудің денсаулығының жасарына сізде себепкер болыңыз. Егер осы видео сізге ұнаған болса, лайк басып қолдап отырыңыздар. Барлықтарыңызға мықты денсаулық тілеймін. Аман сау болыңыздар.